Сәлем достар, мен бүгін сіздерге өте ерекше, еш жерде жасалмаған салатты көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бисмилля деп бастайық. Алдымен лимонды кесіп аламыз. Осы лимонды салып, брокколи капустамызды, цветная капустамызды суға қайнатып алатын боламыз. Қазір жұмыс барысында көрсететін боламын. Біздің капустамыз, брокколи осылай бөлек-бөлек қиып аламыз. Цветная капустамызды да осылай тазалап аламыз. Бөлек-бөлек түбінен ағытып алатын боламыз. Осылай капустамыз қайнап жатыр, үстіне шамалы тұз салып жібереміз. Саңырауқұлақтарды тазалап алып тураймыз. Салатымыздың құрамына қызыл болгарский перец тураймыз. Қыздар, менде мында қызыл балық, осетра. Осыны әдемілеп маринадтап 15 минутқа қойып қоямыз. Майға қуырып аламыз. Пісіріп алған цветной капустамызды тураймыз. Салаттың құрамының бәрін жинақтадым, түгендедім бәрін. Енді үстіне тұз себемін. Менде мұнда арой соусы бар. Осы салатымызға қосатын боламыз.
Міне мен салатты тарелкеге осылай әдемілеп орналастырып алдым. Үстіне микс шөп салатын болам. Микс шөпті тұз салып 15 минутқа қойып қойдым үстіне. Дұрыстап тұрып жуып алдым. Қуырып алған балығымызды да осылай әр жерге қоятын боламыз. Өте дәмді, сочный болып пісті балығымыз. Үстіне кедровый орех саламыз. Менің салатым дайын болды. Осылай әдемі болып шықты. Сыйлы қонақтарыңызға осылай балықпен жасап берсеңіз болады. Ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.